сәтті өтті. Мен негізі алдыңғы операцияларымда 20 минуттан болған, 20 минут жарты сағат болады, Турцияда. Жарты сағаттан кейін көзіңді ашасың, ештеңке жоқ дейді. Ё-мая дейсің. Ол кезде Нұрболхамен барғам біріншісінде. Екіншісінде Жонышкамен екеуміз бірге бардық. Негізі бірнеше рет бардық, бірақ сол соңғы жасайтын несінде барған кезде жоқ, ештеңке шыққан жоқ. Уже бізден үміт түзе беріңіз. Американ барып көріңіз, бізде ондай аппарат жоқ деді. Америкада ғана бар деді аппарат. Иә, Турцияда бізде жоқ деді. Мен бопты деп кеттік. Мен әлі есімде сол операциядан шыққаннан кейін мен ішем деймін ғой. Мен ішпеймін ғой негізі, бірақ мен ішем деймін да магазинге пиво алуға барам ғой. Сөйтіп пиво алуға барып бит тұрасың да нан алып шығам ғой, пиво алмай. Нан алып шығам, кесем Танчо тамақ істеп жатыр. Бұл уже мен түрімнен көріп тұр, то что нормальный жауап айтпайтынды. И сол жерде жылап отырып тамақ іштік екеуміз нанмен. Турцияда басқаша болды да, мына жақта Астанада кәдімгідей тереңдетіп не істеді. Қатты тереңдетіп. Сонда бұл Астанада жаңа Америкадағы аппарат Астанада болып тұр ғой. Иә, алдырған екен. Астанаға сол клиникаға алдырған екен. Операцияны жеңілдететін вариантта ғой. Операция қанша сағат? 3,5 сағат жасалды. Ана Турцияларда 20-30 минут. Иә, 3,5 сағат жасап. Наркозбен ба? Иә, наркозбен жасап. Уже үмітін үзіп атқан олар. Болмайды ау деп. Жасап таппай атқан кезде бір жабысып тұр дейді да, бейт спайк болып кеткен ғой, жабысып тұрған кезде сол жерде бейт анда бір методы бар дейді, Азамат Сандыбайұлы айтады, ол методты вообще қолданбаймыз дейді. Кестім дейді. Қыт деп дауыс шықты дейді, кәдімгі қырт деген дауыс шықты да, и бұлақ болып ақты деді ғой. Сол жерден шықты дейді. Уже біз жабамыз деп отқанбыз дейді. Жабамыз деп тұрған кезде сүйер бейт тық деп кескен кезде бұлақ болып ақты. Сұрау сор деп бағанағыдай арнайы аппаратпен сор болады ғой. Сөйтеді да эндокринологтарға береді. Эндокринолог емес. Не деші солардың атын? Эмбриолог. Қоя тұрш, видео түсіріп жатырмын. Кімнің? Курткасын киген. Қоңыр жемпір тұр ғой Айдынның кірлердің ішіне. Далада. Эмбриологтарға береді. 5 эмбриолог отырды деді ғой. Бәрі андай немен микроскоппен бейт қарап отырады екен. Сразу бәріне фук бөліп береді. Шығарады и бейтіп жыбырлап жүр дейді. Экранда. Көп. Ондай менде болмаған ғой вообще. Дофига бейт жыбырлап жүр дейді. И сонымен врач до того шок болғаннан бүкіл операционный шулаған ғой. Бір-бірін құшақтап қуанған ғой. А мен жатыр, мен вообще білмеймін ештеңке. Сөйтіп қатты қуанып бәрі не істегеннен врач до того шок алып қалғаннан қасындағы врачқа тіге бер деген. Короче, мен бұтым айырылып жатырмын. Сен тіге бер дегенде Танчоға жүгірген ғой врач. Жақсы жаңалықты айту үшін. Иә, сөйткенде барып бейт қолын созып. Мен деген не деп отырмын, палатада күтіп отырмын. Врач есіктен кіріп маған қарай жеткенше мен уже жүрегім аузымнан шығып кете жаздады. Потому что біз әбден уже жоқ деген ответті естігенбіз. Не үшін жүрегі аузынан шығып кете жаздады? Врач айтты ғой, қазір мен таппасам, қай планетаның қай жеріне барсын да таппайды деді ғой. Америкаға барсаң да жоқ деді, болмайды деді. Бәрі Алланың қалауымен деді. Алла тағала сізге әке болды бұйырып тұрса, қазір мен табам деді. Мен точкасын қоям деді. Сөйтіп келді да, сонымен маскасын шешіп бет қолымда алған кезде құттықтаймын, өздеріңіз мама папа боласыздар деген кезде ана жерде мен жылап, и анау дәрігеріміздің көзіне қараймын, тоже жасаурап тұр да уже. Енді айта алмаймын, ол қуанышты, мен как будто уже сіз жүктісіз деген нені жүктісіз несін туып қойған сияқты тұрып қана ерде. Ощущение болды менде, енді прямо айта алмаймын ол сезімді. Қала сен көзіңді ашқан кездегі эмоция қандай болды? 3,5 сағаттан кейін көзіңді ашып тұрсын. 3,5 сағаттан кейін 3,5 сағат ол операция болды, одан кейін әлі жатасың ғой тағы да. Иә. В общем, есім жинап тұрдым. Көзіңді аштың. Тұрсам врач тақалып тұр ғой былай. Азамат мырза ма? Азамат Сандыбайұлы бейт тақалып тұрды да, бейт еңкейіп тұр ғой, мен жатырмын. Тұрды да, Елдос мырза, сүйінші сіз әке боласыз, өзіңіз бала сүйесіз дейді ғой, короче. Содан кейін мен андай ғой, наркоздамын ғой. Мен мынау ішетін жаңалық екен деп айтқам ғой. Сен наркозда жатып бір қол ұстап жатсың ба? Жоқ, андай ішетін жаңалық екен деп айтам да, и ол кісі тұрды, жоқ, бұл шүкір ететін жаңалық дейді ғой. Точка қойып деді ғой. Біртүрлі болып қалдым да, сосын уже есім жинағаннан кейін түсіндіріп жатырмын ғой, не үшін мен өйтіп айттым? Потому что мен ішпеймін ғой. Сіздің жаңалығыңыз датабы ішіп кететіндей жаңалық екен деп жатырмын да, қуанғаннан ше. Ада ішпейсің ғой негізі. Сөйтіп түсіндіріп айтып жатырмын ғой, ақталып жатырмын да, типа ойлап қалмаңыз мен алкаш деп. Мен ішпеймін негізі. Просто андай бұндай жаңалықты мен өмірімде естимін деп ойлаған жоқпын. Я в шоке дедім да. Операция кезде. Жоқ болмаған. Ондай болмаған ба? Ең бірінші денеңді мақтаған күн. Всегда. А? Всегда.
Ей, мынау очконы жаман жиде қой, ей. Енемен тұрған күшті ма, енесіз тұрған күшті ма? Екеуі де күшті. Қайсының проценті көп, енесіз или енемен? 50-50. 50-50? Енді неге күшті, неге күшті емес? Ой, Желдос, айтпаймын ондай нәрсе. Ұйықтай бересің, смело дейсің. Енемен тұрмағанның жақсы жағы ұйықтайсың. Енемен тұрғанның жақсы жағы? Қосақ сізді не істейді? Сізді мен жақтайды. Сізді жамандайды. Жоңышқамның бір проблемасы шешілді. Міне, маған айтып отыр еді ғой, кішкене естенетін еді соны. Пардон, не істеп отыр? Неғып айтпайсың, ұйықтап жатыр деп? Вообще жатсың қара. Вообще бала қараймайды екенсіз ғой. Неге? Ана баланы жатсың, не? Жаңағыны қоя бердің ғой. Мынаны жатсың қара. Апасы ғой қарап атқан. Қарап атқан тұрыңдар апасын.